Ассаламу алейкум, тігінші ханымдар, күндеріңізге сәттілік. Бүгінгі видеода осындай өте әдемі, оңай тігілетін юбканың тігілу жолымен бөлісетін боламын. Тігінді жаңадан бастап жатқан қыз-келіншектерге дейін тіге алады, сондықтан видеоны қараңыздар. Алдымен матамызды осылай екіге бүктеп аламыз. Мен штапель матасынан тігетін боламын. Ұзындығы менде 100 см. Ал ені 75, яғни матамыздың ені 150 ғой, соны екіге бүктегенде 75 болып тұр. Енді видеода көрсеткендегідей екіге бүктеп аламыз. Осы жерде әркім өзінің бүксе айналымын өлшеп, 4-ке бөліп, 4-ті қосып, осы өлшемді тауып алады. Содан кейін матаңызды міне осындай видеодағыдай орналастырып, енді осы жерінен қиып аламыз. Қимас бұрын инемен алдын ала түйрелеп алыңыз, матаңыз жылжымас үшін. Осылай қиып аламыз. Осы тұтас бөлік, бұл біздің юбкамыздың алдыңғы бөлігі. Бұны алып қоямыз. Енді артқы бөлігін бізде бұл артқы бөлікке тігіс түседі. Осы жерінен қосып тігіп аламыз. Мінекей мен артқы бөлікті осылай қосып тігіп алдым. Енді оң бетін беттестіреміз. Алдыңғы бөлігіміздің екеуін беттестіріп, екі жанынан түзеу тігіспен тігіп аламыз. Екі қапталын қосып шығамыз, яғни. Түзеу тігіспен тігіп алғаннан кейін оверлоктап аламыз. Әрбір тігістің басында және аяғында закрепка беруді ұмытпаңыз. Екі қапталын қосып тігіп алдым және үтіктеп алдым. Міндетті түрде әрбір тігістен кейін үтіктеуді ұмытпаңыздар. Енді бізге беліне резинка өткізетін бөлікті тігу қажетпіз. Ол үшін осы белімізді өлшеп аламыз. Енін 10 см етіп, ұзын осы белімізге сәйкестендіріп, бөлігімізді қиып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ені 10 см болады менде. Мен резинкамның жалпақтығы 5 см. Енді осылай оң бетін беттестіріп, жанынан қосып тігіс түсіреміз. Мен тігіп, екіге бүктеп, осылай үтіктеп алдым. Енді юбкамыздың беліне осы резинка тұратын бөлікті тігістерін бір-біріне келтіріп, айналдырып, тігіп шығамын. Міндетті түрде резинка өткізетін тесікті қалдырып кетеміз. Сол жерден резинкамызды өткізіп аламыз. Резинканы өткізіп болғаннан кейін, сол резинканың мана өткізген тесік бар ғой, соны тігіп кетуді ұмытпаңыздар. Осы жерде мен юбканың етегін тігіп жатырмын. Байқасаңыздар, екіге бүктеп, осылай тігіп аламын. Оверлоктап, зигзагтап алып бір қайтарсаңыздар да болады. Мен бірақ осылай екіге бүктеп, қайтарып тігіп отырмын. Юбкамыздың беліне резинкасын өткізіп, айналасын оверлоктап алдым. Мінекей, енді етегін үтіктеу ғана қалды. Әрбір тігістен кейін үтіктеп отыру ол маңызды. Юбкамыз дайын болды. Кигенде өте әдемі тұрады. Тігілу жолы көріп тұрғандарыңыздай қарапайым. Сіздер де тігіп көріңіздер. Сіздерге менің видеом пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.